Assalamualaikum туғандар. Biz geçip gelip қалған екенбіз. Уже қойлардың бардығын елдің көпшілігі моншаға салып кетіпті үйіне. Қазір біз саат 12 болып қалды бізде. Аты білгері моншаға қойлар салыншылы қазір мынау Арестің жардамыменен шынты монша салып беріп бізге керек айында қызмет қылып атады. Жақсы Құдайға шүкір. Қойлардың салынып атқанын татқанда аябай қызықты болады әлі. Ілгері сайыз уағына бір көршілік, адам бері көреді келем мен дағы. Тегінде Мәметбай деген әкеміз моншаны істейді, суларды алмастырып жүреді. Ертеңнен дағы қой салынады. Бүгінгі моншаның жаңалығына. Бүгінгі моншаның жаңалығына не? Елге уколдан басқа укол тасыр етпейді екен деп. Бұдан бір 3 жыл мұрда ойланғамында. 5 жыл мұрда ойланғам. 3 жыл өзім мұны ердегі 80 жылы іштелбей қалғанынан іштеліп келіп, орталықта 30 жыл іштелбей қалған моншаны өзім ойланып, şu елге монша болса, пайдасы тиер деп. Өзім күшіменен 12 айтаңыз. 8 метрге қысқартып, ішіндегі италамық бір мұсыр бір әрекеттер бар екен, алардың барлығын сасығына қарай тазалап алып 3 жыл іштеттім. Әне бұлтырларынан аресте шында елге жәрдем береткен, арест несебінен үстінде салдырса болаткен бір несе дегеннен арестке бұлтырып мұрдағысында неме қалап сөйлесіп даудырбайменен. Даудырбайға дістейтін маяқ мақұл оланын шыны кіргізіп бере мен іште атқан мезгілінде менен пайдасы шу болсын деп онан кейін іштетіп берді рахмат аға. Ошоның арқасымен бұйыл мынау аресттің өзімен былтыр жылы кіргізді келе, бұйыл ішке кірді құда қаласа мына. Bir aydan beri nar жақ бер жағына елдің керегіне тиіп қалса деп. İşte mına geçe жақсы oldu. Geçe birinci günü çıkardık, geçe 300 koy çıkardık ile proba kılıp. Bugün bir 1000'ge жақын koy çıkıp bitti. Жақсы екен. 3 bölük, 4 bölük koy çıktı 250-300'den. Bunun dары-дәрмегін қаяқтан кім қаржылайды? Өзіңіздерден ме? Dары-дәрмегін өзім қаржылаймын. Rusya'dan, Oş'tan, Pişkek'ten, her yerden. Buradaki yılları, burada bir 3 yıl burada Pişkek'ten aldırıp atkamam, Oş'tan aldırıp atkamam. Onlardan ne? Bu yıl kızılıkın batırak düşüyordu. Litre, geçen de Oş'ta sırası kiralindeki darısı koşulmayan 100-500'den de koşulmayan 1000'den de oda litre. Litre dеңіз? Şöyle neyme ağa мен азыраға дәрігет еткеннен бай елдіктің қарап көрсем өзімнің өзі ақтап қалғыдай дәрсін. Қой башына қаншадан қылдыңыздар? 20 сомдан. 20 сомдан? 20 сомдан қылсам, ошонда тағырға шығып қалғыдай дар. Мен бара ел көніп кетсенен кейіннен кішінен чайып ұранам мұна деп. Ошонда bir жылына қанша жол салмақ боласыздар? 2 жыл сала, 2 жол сала. 2 жолын жаз көздеңіз? Ilgerkindeydi. Hem kolunda gördüm. Kolum misal için vermek bilgeri kolu sen koylar çizildap koltukların nemet var ötüre. Al bolsa 10 gün kalmaydı eken dağı yok. Bir aydan keyin qarasaң dağı pit.
Dağıl ekeni. Aa. Eme 3 yıl burada bultırı salmaya kaldım. Aldın 2 yıl salıp жүрдüm. Geriler kaloslar bayağı kırandı bilginde salıp жүрдüm. Sonun var pit ölüp kaldı onun. Koro taza oldu. Koro taza olsa koroda tırpıktırdı da pit bolup ötken, tamın taza bolup ötken, uğrısır bolup ötken. Oşansın oylandım da. Bugün kança koyacak salыңыздар жандыктардан? 700'de salındız. 700 ына. Элде дагы перемене канча болушу мүмкүн? Еldikini айтылбайм. Мага салып бер дегенде Алдынан айтышат да? алдын ала айтып заказ бергендер ошого карап анан салдым да. Бұда 3 yıl burada salып жүрдім де отпайм ба. 3 yıl қатар салдым. Дәрап келетілім, аны салбайлын алдарлар ашып баратылы өзімді. Действительно, мұрынқы бірінші жылы алып келгенде көйлек алып келіп алып, мына сұрау өтіп кеткен. Ана ошодан жалқып қалдым да, өзім үшін төмен неме тұтқан ең қайралы кейін тұрып айтып кенді. Суны эми муну алып келишин алыстан тартып аткансыздар да? Бұны азыр арықтың башынан алып келдім, 1100 метрден келді. 1100 метр? Ооба. Ана нарезке неме кылып, мына жерде неме кылдым эле. Насос кошо киргиздим эле. Насостун алып бербейбиз, ана мына деп атат. Эми насостун эми мына салып неметип көрсөм, 1 жыл 2 жыл иштетип көрсөм, эгер каражат неметип калса өзүм насос алам. Насоска кабель 300 метр кабелге кетиш керек. 300 метр шланг кетиш керек да. Антибиотик баягы 25-30 миңден каражат тарап калат да. Ошол элдин керегине жарап калсын деген эле ой. Мээңиз рахмат сизге, Алла разы болсун. Рахмат. Дайым ушу элдин керегине жарап кызматын кылып жүрө бериңиз. Берекеси менен ушу монча болсун. Аллах разы болсун. Колдон келсе башка айылдардан келсе анан жакшы. Башка айылдар деле биоташтар айтып аткан жаз немеге жайлоо көчкүчө эптеп иштетип калсаң салып калалы деп. Эми азыр алардын баары кетип калса керек эми. Бирок далебиз менен кылып атат, азыр эртең менен үчөө келебиз деп атат го. Биоташтар. Эми жылдан жылга эгер уга турган болсо, палан жерде монча бар экенсе алып келиши мүмкүн да? Кудай кааласа келип калар эми. Мээңиз рахмат.